Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан шығатын сүзбелі пирог дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Салқын сары майымыздың үстінен ұнды салып, жақсылап тұрып, қолымызбен крошка дайындаймыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілуі қажет. Мінекей осындай крошка болған кезде үстінен қопсытқышты саламыз және де қантты салып, тағы да қолымызбен араластырамыз. Барлық өлшемдерді видеоның астына описанияға жазып кететін боламын. Мінекей біздің қамырымыз дайынды. Енді ортасына салатын сүзбелі начинканы дайындаймыз. Менде қолдың творогы, оның үстіне қант саламыз және жұмыртқа, қаймақ салып, жақсылап қасықпен біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Енді үстінен осылай блендермен езетін боламыз. Сол кезде біркелкі болады. Мінекей дайын болды. Енді формамызға осылай пергамент қағазын төсеп, жаңағы қамырдың жартысын саламыз. Менде форманың диаметрі 24 диаметр. Осылай біркелкі етіп түзейміз үстінен және де жаңағы сүзбелі начинкамызды саламыз. Осы уақыт аралығында пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Мінекей начинкамызды салдық. Енді өзіңіздің қалауыңызша жидектер салсаңыз болады. Мен осындай қатырылған шиені ортасындағы тасын алып тастап, осылай орналастырдым. Негізі алма, құлпынай салсаңыз да өте дәмді болады. Енді жаңағы қалған қамырымыздың жарты бөлігін үстінен сеуіп шығамыз. Мінекей осылай үстінен сеуіп шығып, және де бетін қолымызбен тегістейміз. Енді қызып тұрған пешімізге 170 градуста 30-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирог дайын. Мен алдын ала суытып дайындап қойдым. Енді ортасын кесіп көретін боламыз. Өте жұп-жұмсақ болып шығады және де бір жасағаннан шығатын пирог. Сүзбенің дәмі білінбейді, өте дәмді болып шығады. Мінекей дайын болды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін.